Достар, бүгін сіздермен әлиф және хамза әріптерінің айырмашылығын үйреткім келеді. Әлиф әрпі А дыбысын берсе, хамза әрпі А дыбысын береді. Бірақ та айырмашылығы әлиф әрпі сөйлемнің басында немесе соңында келуі мүмкін, ортасында келмейді еш уақытта. Мысалға, өшіріп мысал келтірейін. Әл-бәйту деп айтатын болсақ, әл-бәйту әлиф басына келіп отыр. Немесе уама деген кезде әлиф соңында келіп отыр. Ал хамза әрпі сөздің басында, ортасында және соңында келуі мүмкін. Және неше түрлі көріністе келеді. Әлиф тек қана таяқша көріністе кезде, хамза әрпі неше түрлі көріністе келеді. Оны Құран оқып үйрену сабақтарында келтіреді. Мысалға, хамза әлифтің үстінде келуі мүмкін, немесе әлифтің астында келуі мүмкін и болған кезде, немесе оудың үстінде келуі мүмкін, немесе ейдің үстінде келуі мүмкін, немесе жеке өзі жазылуы мүмкін, былай, немесе сөздердің ортасында, былай, мысалға, былай келуі мүмкін, суила деген кезде. Хамзаның жазылу түрлері көп, бірақ та екеуі де А дыбысын береді. Ал хамзаның мүмкіншілігі көп сөзде, көп орында және түрлі көріністе келе береді. Әлиф тек қана сөздің басында келуі мүмкін, немесе сөздің соңында созатын кезде, былай, уама немесе шаа деген кездерде сөздің соңында келуі мүмкін. Айырмашылығы осы, екеуінде беретін дыбысы бар екен. Осыны біліп алыңыздар.